Армысыз қазақ ұлты, баршаңызға Алланың сәлем болсын. Мына көріп жатсыздар ғой, өрт шығып жатыр, қайта жастар, семьялар қайтыс болып жатыр. Бұл әркімнің басына келетін қайғы. Сондықтан бұлдай қайғы келмеу керек. Мен алдында айтқам, көп қырғын болады, осының бәріне сақтанайық. От апаты, су апаты, жел апаты, жердің сілкіністері, қыртыстардың тасқындауы болады деп. Бірақ көп адам түсінбей жатыр да. Және де мына оқушылар неге ақымақ болып баратыр. Осыған келем да, мен бүгін бір тұжырым жасадым. Ағайын, біз атамекен кіндік қанымыз тамған жерден тастап, қаланың ішіне кіріп алып, жерді бос тастап, біз еще айтамыз. Жерді Қытай алып жатыр деп. Өзіміз неге алмаймыз? Неге өзіміз сол жерге иелік етпейміз? Жоқ, біз Алматыда тұрғымыз келеді ғой, біз қалалық жерде тұрғымыз келеді. Демек, сен 200-сің. Айтпа айтып. Өзің жер алда, жұмысшы жалдап істетіп қой қалада тұрсаң да. Конечно, бос жатқан соң сондай болады. Сондықтан адам бірінші кінәні өзіне ұстау керек. Ағайын, уақыт келді. Жерден, желден, ауадан, судан, оттан кешірім сұрайтын кез келді. Неге біз оларды мүлдем исламы көзқарасқа келіп, жан деген сөз, ол лапылдап жатқан адамның бойындағы жақсылық деген орнына бізді от, ол шайтан, от, анау деп, біз оны мүлдем өзіміз қарғап тастадық па, демек бізге қарсы жұмыс жасап жатыр бұл дүниелердің. Судың қадірін білмей кеттік, ауаның қадірін білмей кеттік, жер қадірін білмей кеттік. Сондықтан жерді Қытай басты демеңдер. Сол жерге иелік етіңдер. Өздерің алыңдар сол жерді. 49 жыл аренда қалыңдар. Еккізіңдер, жұмысшы жалдаңдар. Қалада, өзің квартирада жүрмей. Бұл бір ма? Екінші, неге мен жаңағы біздің білім жақтан қателік кетіп отырмын. Мен өз басымдан өткен оқиғаны айтайын. Балама кітап керек болды. Балама бар бір кітапты алайын десем, ол Алматы баспа деген кітап екен. Ол кітап, ол жердің шығарған кітабы біздің мектепке жарамайды екен. Оған өнер дей ма, бірдеңке деген мектептің баспахананың кітабы керек. Енді ойлап көріңіздерші, бір қазақтың қазақша оқу үшін 4-5 түрлі программа бар. Содан кейін ент кезінде, экзам тапсыратын кезінде, оны министерстводан бірақ қана жолды бекітіп береді. Енді ойлап көрші, ол программаны кейбір мектеп оқымаған, кейбір мектеп оқыған. Содан кейін балалардың арасында түсінбеушілік, мен оқымаған программам деп қырылады. Неге? Бір Қазақстанға бірақ баспа кітап шығарып бермейді, бір беттей қылып. Неге? 2-3 баспа 2-3 жерден шығарады. Демек біздің халық қазақтың өзін 40-қа бөліп отыр. Сондықтан бізде тіршілік жоқ. Енді жерден кешірім сұрау, оттан, судан кешірім сұрау, оның бәрін шетке қойып, бүгінгі ертең енді тапсырып оқуға түсіретін жастардан кешірім сұрауларыңызға тура келеді. Неге десеңіз, бір қазақ тілі әдебиетінің өзін 2-3 баспа шығарады. Ол жерде біріне бір жарама, өйткені ананың оқитын анда жоқ. Бар болыңыздар ағайын, ойлану керек.